айтып тұрған сөзім. Мен саған көрсетем. Мен кім екенін білмей жүр екенсің сен. Менімен көп ойнама сен. Динара Сатчан, Чайка, нөмір 1 Қазақстандағы. Мә, деловая колбаска ты вообще. Өздерің тілдеріңде. Кто ты такая мен ауруға тенейтін вообще? Давай менімен бірге осы сөзіме жауап берем. До конца барам мен. Бүкіл Қазақстан сылтаумен көтеріп тастайын бір жолата. Ақ пен қараның айқасын көрсетейін мен саған. Менің көп тілімді қышпаңыздар. Қазақстанның қыздарының бұзылуы намысын қорғауға мен керек болсақ өз қолыма алатын болам. Сенекі Чайкаға ешкімді жем қылдыртпаймын. Тоқтатыңдар екеуің вообще. Сенде тоқтататын бір намыс жоқ адам жоқ па не Қазақстанда? Қара бұны. Сендердің сөздерің сөйлеп жатқан сол өздерің сияқты жегі жүрісті әйелдер. Намысы жоқ. Достар, сәлем. Ақтөбеден готовлюсь к своему мастер-классу. Сегодня в 6 часов вечера встречаемся в Унир орталығы. И со второй попытки делаем мне макияж. Приехала Самал спасать ситуацию. Самал, сәлем. Оказывается, Самал изначально хотела меня накрасить, но ей не дали эту возможность. И в итоге первый макияж был вообще, конечно, точно не сценичный, не профессиональный. И вот Самал приехала и спасла ситуацию. Я говорю, Самал, нужно прокачивать личный бренд, чтобы когда я ехала в Актобе или кто-нибудь из женщин, они должны точно знать, что мы идем к Самал. Сегодня я буду у нее на мастер-классе, обязательно узнаю и надеюсь прокачусь. Да, у вас сейчас сколько подписчиков? У меня 35 тысяч. Ну, уже прилично. Угу. Ну, вроде все знают, но посмотрим. Вот я не знала, представляете? Қазақстанға екі қатыны ұстап тұрған, білмейсің ме? Біреу Баян Шаян, біреу жаңа Динара, екеу бір екі бай еркек ұстап алған. Қазір деген тек жерге түкірігі түспей тұр сол екеуінің. Бірақ істеп жатқан бір қазақша сөйлеп еліне жанашымайды. Істеп жатқандарын бәрі тек ол өздері пайдайды, сол екі қатын ешкім ештеңе көрмейді. Тек өтірік әңгіме кеше ана показ күшті болып жатыр енді масқара. Қарадым жаңа Динара Сатчанмен. Жұттар жазып жатыр, қалай қарауға болады, қаяққа барып десе, бұл жерге арнайы шақыртқан адамдар керек деп қойды. Ол арнайы шақыртқандарын көріп отыр. Кіл жаңағы байлары осы үкіметтің шөпкет шарларын, соны қатындары бастары қақайып отыр барып. Бір кедей жоқ айтып, жаңағы ең болмаса сол қатысқан қыздар көрініп тұр. Дизайнердің жұмыстары, бірақ көбісінің материалдары арзан көрініп тұр мынау. Най ханым, Унир орталығы у вас каждый день занят? Каждый день. Каждый день у вас какие-то мероприятия? Конечно, каждый день. Ну, бронировать надо за 2-3 месяца вперед. Угу. В общем, я поняла, что в Актобе с культурой все хорошо. Алтынай ханым является руководителем управления культурой. Я спрашиваю, вот вы спите или нет, потому что вот сейчас мы все ждем Миру Тутикешеву. И этим же самолетом мы улетаем. А вы поедете Домой? Домой, потом завтра в Ауылдарға, да? В район поедем. Вот так вот. Бір басым екеу болсын. Бұрын келіп педім жаным? Я келдім 21-де. 21-ші жыл келгенде онлайн жаңа батаға қатысып, бір күнде, бір түнде 40 градус жаңағы температурым түсті. Құлан таза жазылып кеттім. Жаным. Сол жылы анашымда ауырды, 15 күнде тұрды ол кісі.